Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin terbiyesini alğandan Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik kelgen vaqtında ең birinchi iymonga kelgan adam sol bo'ladi. Ең birinchi iymonga kelgan adam ne? Sol. Көптеген ғалымдардың сөзі бойынша. Мәселеде хилаф бар. Сол үшін ғалымдар сол хилафты жою үшін ең бірінші еркектерден иманға келген адам Абу Бәкір дейді. Ең бірінші әйелдерден иманға келген адам Хадижа дейді. Ең бірінші жас балдардан иманға келген адам Али радıyallahu anhum жамиан. Ең бірінші құлдардан иманға келген адам Билал. Солай деп бөледі да, содан кейін хилаф жойылып кетеді. Уайилла хилаф бар. Ең бірінші жалпы ең бірінші кім иманға келген? Адам балдарына. Наби саллаллаху алейхи вассалам қауымынан кім бірінші иманға келген десе, алал итлақ көп ғалымдар Али радıyallahu anhуны айтады. О кісінің Наби саллаллаху алейхи вассаламға жақындығынан, тәрбиесінің өзінің тәрбиесінің астында болғанынан, әрі өзінің туысқаны болғанынан, әрі іні, әрі бала секілді көрінісінде өскен Али ибн Аби Талиб радıyallahu anh. Сосын бағанаға айтқандай о кісінің өзінің ең сүйікті қызын Алиға берген.